Сәлем Стамбулдан. Бүгін Саламат Астабек күндерінің 44-ші күні. Таңертең тұрдық, аяқша енді қайталай бермеймін. 2 стакан су, біреу лимонмен, біреу коллагенмен, 2 жылы су. Таңертең асыма қарап кетіңіздер. Қайырлы таң қыздар, бүгінгі менің таңғы брокколи, саңырауқұлақ, 2 жұмыртқа таңғы асым. Кино қарап жатырмын. Осымен бүгін таңғы асымды ішемін. Осыдан кейін шай ішем. Сосын кешке мүмкін салат. Сол маған ас болсын. Қарағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз жақсы өтсін. Осындай таңғы ас іштім. Әлі келген жоқ. Шүр бір жыр болып кетті ғой менің мына беговая дорожка. Надеюсь, нормально келеді и жасап тұрады енді. Жасамай келсе тағы бір бәлекет. Бәле болып кетеді. Қазір енді менде перекус. Жайлап сөйлеп жатырмын, маған ұйықтап жатыр. Перекуста менде мына жүзімді жемеймін. Негізі мен виноградқа жоқпын. Виноград жесем мен қарным ауырады. Сдути сияқты. Сол үшін мандарин жеймін. Осында алма бар. Негізі баламнан қалған табақ. Балам жартысын жеді, жартысын қалдырған. Соның шетінен енді мандаринді жеймін. Сосын алманы жеймін. Болды. Сосын кешке тамағымды тоже кешке қарап келесі кадрлардан көресіз. Стамбулда мандаринді шықты. Сезон уақытында жеген жақсы көремін. Жазы да бар ғой негізінде, бірақ жазда мынандай тәтті болмайды сияқты. Қазір енді күн салқындап тұрғасын. Уже сезонный көкөністерді, жеміс-жидектерді алып жатырық. Сол, мен мынандай бір шешімге келдім. Тағы да маған аптасында 1 рет өлшену келмейді екен. Маған мені өзімді постоянно тонус ұстау үшін, мотивацияда ұстау үшін, оказывается, маған күнде өлшену керек екен. Күнде өлшеніп көріп отырсам, -1, -200 или +100 деген сияқтарды көріп отырсам, плюс көрсем өзімді жинақтап аламын, минус көрсем деп ары қарай жалғастырамын дегендей. Өзімді тонуста ұстаймын. Ал аптасына 1 рет болса, жай барақат, жай басар, дұрыс тамақтанып жүрсем де, жай ұйықтап деген сияқты. Кейде аузыма баладан табағына қалған бірдеңелерді салып жіберейін деген сияқты бір нәрселер болып қалады. Сол себепті күнде өлшенемін деп шештім. Ертеңнен бастап қайттан күнде өлшенем басталады. Сол, қарағандарыңызға рахмет, күндеріңіз жақсы өтсін. Кешке ас мәзірімді қарап өтіңіздер. Қайырлы кеш қыздар. Менің кешкі асым чечевичный сорпа. Блендерден өткізген жоқпын. Өйткені балам ұйықтап жатыр қазір, сол себепті өткізген жоқпын. Қазір тұрғасын өткізіп аламын, бірақ сонда да өзім ішіп жатырмын осылай. Негізі өте кеш болып баратыр сағат. Сол обычный чечевичный сорпа, кішкене томат қосылған, томаттан паста. Қарағандарыңызға рахмет, маған тіркеліңіздер, мен бірге арықтаңыздар. Ертеңге дейін көріскенше.